Ақпараттар легін одан әрі жалғастырамыз. Енді елімізде мидың зақымдануларын және ісіктерін ешқандай күрделі отасыз емдеуге болады. Елордадағы ұлттық нейрохирургиялық орталыққа гамма пышақ деп аталатын ерекше қондырғы жеткізілді. Бүгінгі таңда әлемде мұндай 400-ге жуық радиотерапиялық кешен бар екен. Оның тең жартысы ақш пен Жапонияда орналасқан. ТМД елдер арасында алғаш болып Қазақстан қолдана бастады. Шәмшінің әні, науқастың көңілі жай. Дәрігерлерде отаның сәтті не сәтсіз өтетіне алаңдамайды. Мидағы дендеген дертті енді ұлттық нейрохирургия орталығының мамандары бұрынғыдай кесіп, тесіп, жалпы наркоз беріп сағаттап қиналып ота жасамайды. Мұның барлығы жақында орталыққа жеткізілген гамма пышақтың арқасында мүмкін болып отыр. Бұл қондырғы мидағы ісікті, тамырлы және функционалды ауруларды ауырсынусыз науқастың денесіне зиян келтірмей емдейді. Науқасты біз ем жүргізгеннен кейін келесі күні үйіне шығарамыз. Және сол келесі күні ақ ол жаңағыдай қоғамдағы өміріне жаңағыдай орала алады, яғни жұмысқа шыға алады. Егер жұмыс істейтін болса, ол жағынан ешқандай реабилитацияның қажеті жоқ. Біз бір науқасты бір уақытта, бір мезетте 7 ісігін бірден емдеп шығардық. Егер жаңағыдай салыстырмалы түрде қарастырғанда, яғни 7 дәстүрлі операциямен және де бір мезетте 3 сағаттың ішінде 7 ісікті біріне осы гамма-ножбен емдеу, әрине өзіңіз көріп отырғандай айырмашылығы өте орасан зор. Бүгінгі күні осы аппаратпен 18 адамға ота жасалыпты. Нәтижесі 6 айдан кейін белгілі болады дейді дәрігерлер. Сәбит Рахымжанов орталыққа дертіне дауа іздеп келген көп жанның бірі. 1,5 жыл бұрын миында ісік бар деген диагноз қойылыпты. Ендігі бар үміті мамандар мақтап отырған заманауи қондырғыда. Биыл январь айында операция жасады басыма. Содан кейін облыста қаралдым. Кейін екінші снимок жасатып, содан снимокты осында жіберіп көрсетіп, Астанаға шақырды. Енді бүгін сәт түседі деп ойлаймын өзімше. Нейрохирургиялық орталық дәрігерлері бұл қондырғының бірнеше тиімділігі барын айтады. Біріншіден, еліміздегі көптеген науқастардың ауруын асқындырмай, аман алып қалуға мүмкіндік туады. Екіншіден, медициналық туризмді дамытуға жол ашпақ. Шекаралас елдерден де ем іздеп келетіндер көбейеді деген үміттері де бар. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр Сұлтан.